жасады. Сен жасаған жоқсың ғой ол кездерде. Я жақсы біз кездесу жасамадық. Нұржан, сенде кездесуді қарқылып қойған дым жоқ. Саған қайта Ақеркеде қыз келіп, өзі не қатысы бар мына жерде? бір минут тыңда сен. Үміткеріне қашып отырмын ба? Сен бір минут тыңда. Балауса ханым, бұл жерде мысалы Нұржанға Ақерке келді ғой. Нұржанға қалай Ақерке келді? Нұржан солай өзгере бастады. Неге? Нұржан өзі кездесу жасай алмайды. Оның кездесудің бәрін мойнына алып жүрген Ақерке. Мысалы қарап отырсаңыз, Нұржан, сен бұл жерде кездесу туралы сенбес айтатын бізге. Сен емес. Сен байтатын, сен байтатын. Сен байтатын. Кездесу талдың артына тығылып қарайды. Сен байтатын. Кішкене артқа қарау керек. Андайда сабыр, тыңдап сөйлейік бір-бірімізді. Балаусаған, мен айта кетейінші, бұл андай өзіне бірдеңе айтсаң болды, сенің артыңды қазатты, сенің артың таза емес па? Тыныш отыр, сөйлей аласың ба? Артың таза ма? Мен мына нәрсені дәлелдей алам деп айтасың ба? Сол кезде ғана пікір айт. Бет алды сөйлей берудің қажет жоқ, Ринат, айналайын. Келдің, я не істеймін енді? Кездесу жасай алмайды дейді. Кездесу жасап жатыр. Осыған дейін маған қанша үміткер келді? Ақеркенің алдында қанша үміткер келді? Саған ба? Иә. Бірақ үміткер келді. Болды ғой, сонымен кездесу жасадық қой. Неге дейсің оған? Қара, сен оған енді. Жаңа сен айтып жатсың, той мой деп. Егер тойда тамадысыңдар ма, онда мына жер босатыңдар да, сол тоймен айналсыңдар сыртқа шығып. Өйтіп мына жерге келіп, ортаға келіп, Балауса ханым. Мына жерде былай да, бұл тамадалар былай болып кеткен уже. Бір нәрсе келу болмай қалса, тойларын сылтаулатады. Эфирден той үшін сұранады. Мысалы деймін да, ол мысалы бәріміздің қатысушымыз. Қарап отырсаңыз, Нұржан, сен сөзіңді бөлмеші, мен айтып алайын. Тыңдап сөйлейік. Шындық всегда аш тет, Кажина. Мен жаңа Нұржанға айттым, уже ашуланып кетті. Потому что ішіне жүрегіне тиіп барды. Қайта мен просто айтарым. Саған басыңа Ақеркеде қыз бақ қонғаннан кейін соны бағалада сендер 30-сындар ғой, 34 жасқа келіп ешқандай қызды қарық қылмайша, менде Ақерке бар, шүкір Аллаға дейді. Бір 10 үміткер келіп, Балаусаған, мен түсінем, 10 үміткер келіп, мен онымен кездесу жасамасам, мен түсінем. Айтса осындай әңгіме айтса, мен тыныш отырам. Маған бір-ақ үміткер келді Ақеркенің алдында. Мен онымен кездесу жасадым ғой. Жасамадым ба? Ақеркен алған гүліма дейді. Нұржан, Ринат, Шерхан. Рахмет, көп. Кешірім сұрайым. Сабыр. Жігіттер. Басылыңыздар. Енді, мынандай ғой, тыңдайық, жігіттер. Басылыңыздар. Просто эмоцияларын ұстап үйренсіңдер, жігіттер. Мына жерде Бүжай мен Нұржанның арасында негізі сендерде пікір талас емес, сендерде салғыласу болып кетті, жігіттер. Сенікі, менікі, ананікі, мынанікі деп. Мына жерде Ернар отыр ғой. Жаңа пікір емес сенікі, Нұржан, болмаса шығып кетсейші бар. Жоқ, үлкен ер азамат, өзін ұстай алады ғой, Нұржан. Жоқ, просто мынандай ғой, Балаусаған, жаңа айтып жатыр. Болмаса, тойы бар, тойын қимайды деп жатыр ғой. Бұл жерге Ернар ойланып келді ғой. Мен ертең үміткер күтемін деп дайындалып келді. Мен ертең тойларым барлығын енді ұйымдастырып келді деп ойлаймын. Жасы 27-ге кеп қалған ер азамат қой. Үйленемін, барлығын планмен жасап жүрген жігіт. Просто енді жарайды, қателігім ол осындай екен ау деп түсініп отырса мейлі ғой. Бұл тұрып ішіңе жиналып қапты, сен бүйтіп қапты. Әлі үміткерге қарай атылып отыр да, бір үміткер кешірім сұраймын деген нәрсе естіп жатқан жоқпыз. Просто Ернар өзіңдікін кішкене мойындай білді, жарайды, жас бала жаңа сөйлеген кезде өзім жанып кеткен шығарсың. Бірақ енді ол да негізі қарап тұрсың, шынын айтып жатыр да. Не істейді енді ол, көріп қалды, танысы, жаңа метрода көріп қалды, көңілін енді бүйтіп жарайды енді деген сияқты өзінікін білдірген шығар. Сен жасамаған жылулықты бұл жасап отыр ғой, оған ол кінәлі емес негізі. Жоқ, енді Шерханға жауап бере кетейін мен. Мен қай кезде бұл кісіге тонымен сөйледім? Мен сізге тонымен сөйледім ба? Мен сізге артық бір нәрсе айттым ба? Жекеңізге өтетіндей. Сіз маған ешқашан жазған жоқсыз, мен сізге жазып жүрмін. Әлі өстіп отыр. Кешіріңізші мені. Мен кінәлімін. Бірақ мен сізге енді айтып жатыр ғой, сіз әлі групп қарындасым айналайын. Мен сөйлеп алайын, ер азаматпын ғой. Мен ер азаматпын, сөйлеп алайын, потом сіз тыңдаймын. Просто Шерханның сөзімен қалып қалдым да. Мен әлі күнге дейін қарап бұл кісіге жауап грубить етіп отыр дейді. Мен сізге тарапыңызда сыртта болсын, қазір болсын, кішкене тоным сөйледім ба? Ондай болған жоқ қой. Мен сіз тыңдап жатырмын, қатысушылар тыңдап жатырмын. Ондай нәрсе менде болған жоқ Балаусахан. Шерхан, сен негізі бұрынға қатысушысың, білесің барлығын. Сөздің парқын білесің, астарын білесің. Грубо сөйледім деген жоқ. Сен просто қарашы. Әрі атылып отыр деген сөз шықты ғой бұл. Жоқ, бұның айтып отырғаны, Шерханның айтып жатқаны, сіздің жоққа шығарып жатқаныңызды айтып тұр да. Балаусахан, мен сіз қайта жоқ, ішіне толып қалыпты дегеннің барлығын сіз бір кінәңізді сезінбей отырсыз дегені ғой. Мойындадым ғой кінәмді. Мен кінәлімін, Балаусахан. Осы жерде мен бұл кісі сезіну басқа, мойындау басқа. Жоқ, мен енді қайғырайын ба Балаусахан отырып? Мен түсінбедім. Мен қайғырайын ба қазір? Қайғырудың қажеті жоқ. Жігіттердің мен айтқан сөзін сізге түсіндіріп жатырмын. Олардың айтуы бойынша
сізден бір сәл болса да қыздан ыңғайсыздану деген нәрсе жоқ қой дейді. Кездесуге шақырмапсыз, бұл қыздың өзі шақырыпты, бірақ соған қарамастан сіз өзіңізді сәл болса да кінәлі сезініп тұрған жоқсыз дейді. Кінәлі сезініп тұрмын Балауса ханым, кінәлімді сезініп тұрмын. Бұл кісіге де айтып жатырмын. Мен тараптан егер сондай кетіп жатса. Балауса ханым, осы жерде айтып кетейінші. Жамырап кеттіңіздер, қоя тұрыңыздар, шайналайындар. Балауса ханым Ернарға қайтты. Сөйлеп алайыншы. Сөзін аяқтасын. Лаура, айналайын. Мен тарапынан қате кемшіліктер кетті, мен оны мойындаймын. Сен де біреудің әлпештеп өсіріп отқан қызысың. Мен сен тарапынан артық ештеңе айтқым келмейді. Сіздің ата-анаңыз сыйлаймын, қарап отқан болатын болса, сәл-сәл сондай салғырттық танытқаным үшін мен сіздердің алдарыңыздан басымды иіп кешірім сұраймын. Өйткені бұл орындыққа келіп отырудың өзі бір ерлік негізі. Я, сол кезде мен енді Балауса ханым, өмір болады да кейде сондай ше. Мен де шалыспаса, мен де кейде үміткер бөлмей қалатын моменттерім болады ол. Мен онымен жұмыс жасаймын по-любому. Мен всегда осындай нәрсені қайталап отқан жоқпын деп ойлаймын. Енді бір осындай нәрсе болып қалған кезде сәл бүйтіп демеп жіберетін мен бір кейбір достарым жетпей қалады да. Баяу қарындасыз ғой, демеп жіберсеңіз. Қалайсыз Ернар аға? Бәрі жақсы ма сізде? Жалпы келген адамды қарындасым дей береткенсіз. Енді осы жерде мен Балауса ханым Ернарға тікелей сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы сіз білесіз, адам баласында бір менің екінші жартым осындай болса екен дейтін бір мүсін болады, иә? Сізде сондай мүсін бар ма? Әлде сіз әрбір қыздың вниманиясын алып, сол бір қыздардың әрбір жерлерін ұнатып қана жүре бересіз ба? Әрбір жерлерін дегеніңіз? Жандос ортада. Енді Балауса ханым, Сұраққа жауап берерсіз, ал бұл? мен қобдишалармен келіп тұрған жайым бар осында да. Көңілім де керемет болып тұр. Қатысушылар отыр, мәз-майрам болып. Баршаңыз әдемі болып тұрсыздар, сіз де құлпырып тұрсыз. Енді еркекке, жалпы ер адамға негізі сәл бүйтіп, сен адуының ойнап, жұмыспен сөйтіп жүрген кезде бір сәл сенің бір вниманияңа бүйтіп, қыз баласының тарапынан жылылық берсе негізі, үйге барып ойланасың да бүйтіп, әкеші сонда маған сөйтті ма деген сияқты қылып, күшті приятно болып қалады. Сондай бір сәттер менің басымнан өтті негізі. Сондықтан мен өзім сыйластық дегенді жақсы түсінемін. Сыйға сыймен жауап берген адамгершілігімнің бойымда бар деп ойлаймын. Мен әрдайым сөйткен адаммын. Сондықтан осы бір тартуымды берсем ба деген рұқсат сұрасам. Әрине. Да, мен кеттім. Қайда кеттіңіз? Табыстайын деген ғой. Табыстайтын жандар мына жақта ма? Осы жақта сияқты. Бұл қоңыр қозыға. Бұл Көшенайға. Кішігірім тәттілер. Рахмет. Балауса ханым, мен осы түсінбеймін. Айтасылайын. Алдында енді бір кісі блины берді, пирог берді, өте дәмді болды. Сол дәмдер әлі, неде бүйтіп болып тұр да, әлі есімде күшті болып сақталып болды. Түсініп тұрмын, іңкәр. Не болды, іңкәр? Жыламаңыз. Балауса ханым, мен түсінбеймін.